Балақай сәлем, қалың қалай? Жақсысың ба? Менде де бәрі тамаша. Өткенде мен саған тағы қандай ертегілерді тыңдағың келеді деп сұрақ қойған едім. Жауабын менің Инстаграм каналыма міндетті түрде жазып қалдыр. Жарай ма? Егер өзің жаза алмайтын болсаң, онда ата-анаңнан көмек сұра. Келістік пе? Міндетті түрде менің каналыма тіркел. Жақсы. Бүгін мен саған қандай ертегі айтсам екен? Мен ол туралы көп ойландым. Ойлана келе, сен сияқты ақылды бір тиын жайлы ертегі айтқым келіп тұр. Орманда кішкентай тиын өмір сүріпті. Ол өте ақылды және еңбекқор екен. Бірақ бір күні оның алдынан ерекше бір қиындық шығыпты. Ол қандай қиындық болуы мүмкін деп ойлайсың? Таппадың ба? Жақсы, мен айтайын. Ол қысқа өзіне азық жинап жүріп, жаңғақтардың ішінен бір алтын жаңғақ тауып алады. Ол жай ғана алтын емес. Оның тағы да бір күші бар екен. Ол қандай күш деп ойлайсың? Әрине дұрыс айтасың. Сиқырлы күші бар жаңғақтың. Ол жаңғақ өзінің сиқырымен иесінің бір тілегін орындай алады екен. Ал тиынның осы кезде бас қатады. Ол қандай тілек тілеуі керек? Ал сен тиынның орнында болсаң, қандай тілек тілер едің? Ойланып көр. Ең бірінші, қандай тілегіңді айтар едің? Ойыншық сұрар ма едің? Әлде басқа нәрсе сұрар ма едің? Тиын де сен сияқты ұзақ ойланады. Ол өзіме ғана көп жаңғақ сұрайын ба? Әлде ормандағы барлық достарыма көмектесейін бе? Деп ойланып, басы қатады. Ақырында ойлана келе, ол бір шешімге келеді. Сен таптың ба? Ол қандай шешімге келді? Дұрыс айтасың. Сенің бұл шешімді дұрыс табатыныңды біліп едім. Әрине, тиын өзін ғана ойламай, ормандағы барлық достарының аш қалмауын тіледі. Сол кезде сиқырлы жаңғақ ашылады дағы, әрбір бұрышында жемістер пайда бола бастады. Ал қалған аңдар болса, барлығы тиынге риза болып, оған алғыстарын жаудырды. Осылайша, тиын өзінің ақылдылығымен және мейірімділігімен өзін ғана емес, басқаларды да бақытты етеді. Ал балақай, егер сенде алтын және сиқырлы жаңғақ болса, сен қандай тілек тілер едің? Жауабыңды міндетті түрде менің Инстаграм парақшама кіріп, жазып қой. Мен оның сілтемесін осы видеоның астына қалдырамын. Ал сен міндетті түрде тіркеліп, пікіріңді жаз. Жарай ма? Ал бұл ертегіден қандай ой түйдің? Өзімшіл болмай, өз қара басыңның қамын ғана жемей, қолыңнан келсе, достарыңның да жағдайын жасап, олардың алғысына бөлену нағыз бақыт емес пе? Солай ғой. Ақылды тиынның таңдауымен келісесің бе? Мен келісемін. Шын бақыт өзгені де ойлап, жақсылық жасаудан тұрады. Ақылды тиынның таңдауы барлық ормандағы аңдарды бақытты етеді.
және барлығы сол орманда тату-тәтті әлі күнге дейін өмір сүріп келе жатыр екен. Менің ертегім ұнады ма? Ұнады деген ойдамын. Жақсы, бүгінге қоштасайық. Ертеңгі күніңе сәттілік тілеймін. Ертеңге дейін кездескенше сау бол.